Қазақстанда орташа зейнетақы мен базалық зейнетақы төлемі қоса есептегенде 105 мың теңгеден асты. Жыл басынан бері жалпы 1,2 триллион теңгеден астам зейнетақы төленген. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. Министрлік дерегінше, биылғы мамырда республикалық бюджеттен зейнетақы төлемдеріне 235,4 миллиард теңгеден аса, оның ішінде базалық зейнетақыға 71,3 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақыға 163,2 миллиард теңге бөлініпті. 1 маусымдағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны 2,246,000-нан асты. Зейнетақы төлемдерінің орташа мөлшері 105,189 теңге болды, делінген хабарламада. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ егер мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-ын құрайды. Содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ға артады. Ал егер еңбек өтілі 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 74%-ын, 30 жыл болса 94%-ын құрайды. Еңбек өтілі 33 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде белгіленеді. Егер бір ай ішінде міндетті зейнетақы жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйеге қатысу мерзімі 1 айды құрайды. Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық көлемде аударылса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады.